Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздер үшін арнайы енем екеуміз дәмді, қытырлақ, тұздалған қиярлардың дайындалу әдісімен бөлісетін боламыз. Бұйырса дәл осы әдіс бойынша жасайтын болсаңыздар, қиярларыңыз атылмай, ұзақ уақытқа дейін сақталатын болады. Ал ендеше бастайық. Қиярларды жақсылап жуып алып, екі шетін кесіп тастап, 3 сағатқа салқын суда қалдыратын боламыз. Қияр сатып алар кезде оның көлеміне назар аударыңыздар. Қиярдың көлемі кішкентай болса, ол банкаға салуға өте ыңғайлы болып келеді және банкада ерекше әдемі болып көзге түседі. Одан бөлек бізге осындай аршылған сарымсақтар және де шие жапырақтары қажет болады. Шие жапырақтары осы тұздалған қиярымызға ерекше дәм беру үшін қажет болады бізге, және укроп зонтиктарын пайдаланамыз. Одан бөлек бізге осы суретте көрсетілгендей екі түрлі бұрыш, 70% уксус және лавр жапырағы қажет болады. Банкаларымызды содамен жақсылап жуып аламыз. Және банкаларымыздың аузын міндетті түрде тексеріп алыңыздар, сынған жер болмауы керек. Банкаларымызды 15 минут парда ұстаймыз. Ал қақпақтарын бөлек ыдыста 2-3 минут қайнатамыз. 15 минут парланған банкаларымызға барлығына бірдей етіп сарымсақ, лавр жапырағын және де жаңа көрсетілген екі түрлі бұрышты, укроп зонтиктарын және де шие жапырағын салып, ең соңында қиярларды салып шығатын боламыз, барлығына бірдей етіп. Банкаларда бос орын, яғни ауа қалып қоятын болса, банкамыз атылып кетуі мүмкін. Сондықтан да біз ауа қалдырмау үшін осылай қиярларды кесіп бетіне дейін толтырып барынша салдық. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Қиярларымызды барлық банкаға бірдей етіп салып алған соң, осылай газда сақырлап қайнап тұрған ыстық суды банкаларымыздың ішіне құйып, осылай қақпақтарын жауып 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Жиырма минут өткен соң суымызды осылай ыдысымызға құйып алып, газда тағы да қайнатып аламыз. Мінекей жаңағы қайнатып алған суымызды қайтадан банкамызға құйып, бетін жауып, тағы да 20 минутқа қалдырамыз. Барынша осылай бетіне дейін толтырып қойған дұрыс. Жиырма минут өткен соң, тағы да сол суды ыдысымызға құйып, тағы да сол суды қайнатып аламыз. Мінекей қайнаған суымызды ең соңғы рет құятын боламыз. Яғни біздің әдіс бойынша дайындайтын болсаңыздар, сол алғашқы құйған суды төгіп тастамай, соны қайта-қайта 2 рет қайнатып құйып, соңында дәл сол сумен банкамызды жабатын боламыз. Мінекей суды құйып алдық, енді тұзды және уксусымызды салып, банкамызды жабатын боламыз. Бізде 2 литрлік банка болғандықтан 1 ас қасық уксус құйдық.
Барлық қажетті заттарды салып алған соң, банкамыздың қақпағын жауып, ішінде ауа қалмағанына көз жеткізген соң, арнайы банка жапқыш құралдың көмегімен жақсылап банкамызды жауып алатын боламыз. Банкаларды жауып болған соң, оларды бір-бірлеп осылай дұрыс жабылғанына көз жеткізіп алыңыздар. Ешқандай су ештеңе ақпауы қажет. Мінекей көз жеткізіп алдық банкаларымыздың дұрыс жабылғанына. Енді банкаларымызды осылай төңкеріп, бетін жылы көрпемен немесе одеялмен жауып бір күнге қалдыратын боламыз. Егер видео сізге пайдалы болған болса, онда осы видеоға лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар.